Бастауыш сыныпта шортымен келген сыныптасыма қалай қарағаным есімде. Оның өте дәмді жамбасы бар еді. Мен оны тісімен тістеп, аузымдағы қан мен еттің дәмін сезінгенде қандай болатынын елестеттім. Қолымнан келгенде тістеп алып жұту қандай жақсы болар еді деп қиялдадым. 2022 жылдың 24 қарашасында жапондық кісі өлтіруші, каннибал және некрофил Issei Sagawa пневмониядан қайтыс болды. Оның әңгімесі ең алдымен 1981 жылы қылмыс жасап, ешбір жаза алмағанымен керісінше атағы шығып айтарлықтай баюымен есте қалды. Кісі өлтіргеннен кейін Сагава мейрамхана сыншысы, суретші болып жұмыс істеді. Әр түрлі ток-шоуларға қатысып, құрбанын қалай жегені туралы бірнеше кітаптар мен манга жазды. Сонда ауыр қылмыс жасаған адам қалайша бостандықта қалып халыққа танымал болды. Оны бірге білейік. Сәлем достар. Сіздерді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Болашақ каннибал Кобе қаласында ауқатты отбасында дүниеге келген. Оның атасы Таңғы күн газетінің редакторы болған, ал әкесі су тазарту жабдықтарын шығаратын компанияны басқарған. Бала шала туылған, ол жіңішке ішек ауруы болып табылатын энтериттен ұзақ уақыт емделген. Сагава физикалық тұрғыдан әлсіз және сыныптастармен араласудан гөрі әдебиет әлемін жақсы көретін. Сондықтан ол Токиодағы жеке Ваку университетінің әдебиет факультетіне оқуға түседі. Оның каннибализмге бейімділігі бірінші сыныпта сыныптасының жамбасынан дәм татқысы келген кезде пайда болады. Кейбір дерек көздерге сәйкес, Сагава жасөспірімдік шақтың басында итімен жыныстық қатынасқа түсуге тырысқанын мойындады. Әйелдер оны тек тамақ ретінде ғана қызықтырды. Ол дауысы жоғары, бойы 150 см болатын арық жігіт болатын. Өзіне көңілі толмайтын, ешбір қыз оған көңіл бөлмейді деп ойлады. Сондықтан ол ұзын бойлы әйелдің нәзік етінен дәм тату идеясын өзіне сенімді болу мүмкіндігі ретінде қабылдады. Сұхбаттарының бірінде адам жегіш бала кезінде түсінде ағасы екеуі қазанда қайнатылғанын айтқан. Ұйқыдан оянған бала аспазбен орын ауыстырып, адам етін татып көру қызықты болар деп ойлады. Істің егжей-тегжейіне жүгінсек, Сагава арманы орындады деп айтуға да болады. Бір күні әйел етінің дәмін татқысы келген Issei неміс мұғалімінің пәтеріне кіреді. Көшеде бұл әйелді алғаш көргенде мен оны жей аламын ба деп ойладым. Оған жақындау үшін ол алдымен мекен жайды білуге шешім қабылдады. Ол оның үйіне бірнеше рет аңдып барды. Соңғы рет кезінде ол қараңғы түскенше күтті, содан кейін ашық терезе арқылы көтерілді. Ол қыздың бөксесінің бір бөлігін жеп көргісі келді. Каннибал пәтерге кірген кезде әйел жалаңаш дерлік ұйықтап жатқан. Каннибал қолшатырды алып мұғалімге тығуды ұйғарды. Сагава асығыс әрекет етіп шу шығарғандықтан әйел оянып үйінде бейтаныс адамды көріп айқайлайды. Оқиғалардың одан әрі дамуына қатысты пікірлер әртүрлі. Кейбір ақпарат көздері Isseiдің терезе арқылы қашып кеткенін айтса, басқалары әйелдің оны байлап полиция шақырғанын айтады. Бірақ жаңадан келген каннибалға қарсы іс ашылған жоқ. Басқа нұсқа бойынша әйел соған қарамастан өтініш берді, бірақ Сагаваның бай әкесінің қысымына байланысты ол оны қайтарып алды делінеді. Осы оқиғадан кейін Issei психиатрға бара бастады. Оған ол өзінің біртүрлі тілектерін мойындайды. Маман жігітті оқшаулау керек деп шешті. Оның каннибалистік қалауы кісі өлтіруге оқталуға айнала бастайды. Әкесі бұл оқиғаға риза болмады. Өйткені ұлының диагнозы отбасының беделіне қатты соққы болды. Ал Сагавалар ұлын Еуропадағы ең беделді университеттердің бірі Сорбонға оқуға жіберді. Сагава Еуропаға көшкеннен кейін ең бірінші 22 калибрлі тапанша сатып алады. Біраз уақыттан кейін Сагава оның идеалына толығымен сәйкес келетін қызды кездестіреді. Бұл философия ғылымдарының докторы болуды армандаған Голландиядан келген 25 жасар Рене Хартевельд болатын. Бірақ өкінішке орай Сагаваның талғамы бұл қыздың арманын орындауға мүмкіндік бермеді. Каннибал айтқандай, қызды көрген бойда ғашық болып қалады. Рене 3 тілді білді, және соның ішінде неміс тілінде білген. Осы негізде Issei олардың қарым-қатынасын құруға шешім қабылдайды.
Токиодағыдай Парижде де әдебиетті оқып қызбен дәрісте танысады. Ол Хартевельдті жақсы ақша үшін оған аптасына 2 рет жеке тіл сабақтарын беруін сұрайды. Олар бірге көп уақыт өткізе бастайды. Көрмелерге, мұражайларға, театрларға барады. Кескіндеме және әдебиет туралы әңгімелеседі. Рене өзінің болашақ өлтірушісін ұнатты. Онымен кез келген тақырыпты талқылай алатындығына таң қалды. Ол оның кемшіліктерін байқамай, оны жақсы досындай қарады. 1981 жылы 10 маусымда Сагава қызды поэзияны аударуға көмектесу үшін Эрлангер көшесіндегі 10-шы үйге шақырды. Ол оған арқасымен отырып өлең оқуын өтінді. Ал қыз оның өтінішін мойынсынып орындаған кезде Сагава арқасынан оқ атты. Бірақ пистолет дұрыс оқталмай қалған болып шығады. Исэй қаруды орнына қоюға асықты. Оның сырт еткен дыбысын қыз естіген жоқ. Қыз кеткеннен кейін ол оны міндетті түрде оны жейтінін шешіп, оның отырған жерін ынтамен иіскелейді. Келесі күні Исэй қызды тағы қонаққа шақырып, магнитофон алып шыққанын айтып, тіл үйренуге көмектесетін өлеңдер жазып беруді ұсынады. Рене келісті. Исэй қытайша шай дастарханын ұйымдастырып, қызды жерге отырғызып, шайға виски құйды. Алкоголь әсер етті деп шешіп, ол Ренеге деген сүйіспеншілігін мойындады, және онымен одан да жақынырақ болғысы келетінін айтты. Хартевельд бас тартты, ал жігіт оның сезімін түсініп, құрметтеп басын шайқады. Ол қызды терезенің жанындағы партаға отыруын өтінді. Оған өлеңдер жинағын беріп, қағазын қойды. Рене ынтамен оқып жатқанда Сагава оның мойнына оқ атқан. Сагаваның өзі айтқандай, ол істеген әрекетінен есін жоғалтып, оянғанда жедел жәрдем мен полиция шақырғысы келген. Бірақ бұл сәт оның өміріндегі ең маңызды сәт болды. Оны 30 жылға жуық күтті. Мұндай сәтті ол жібергісі келмеді. Сагава Рененің атын бірнеше рет атады, бірақ ол жауап бермеді. Ол оны шешіндірді. Бұл өте қиын болды. Сагава өзінің Туманда кітабында мәйіттен киімдерді алып тастаудың қаншалықты қиын болғанын таң қалдырады. Содан кейін өлтіруші оның мұрнының ұшын және сол жақ төсін тістеп алған. Қыздың жамбасының етінен дәм татуды ұйғарған ол, оны тісімен ұстай алмайтынын түсінді. Ал қолындағы жалғыз ас үйдісі жеміс пышағы. Содан кейін ол дүкенге барып пышақ сатып алады. Мен оның кесілген басының шашынан ұстаған кезде мен адам жегіш екенімді түсіндім деп айтады Сагава. Жоғарыда аталған кітапта каннибал бұлшық еттері мен майының құрылымын сипаттай отырып, мәйітті қалай кескен егжей-тегжейлі сипаттайды. Кейбір нұсқауларға сәйкес ол қыздың қолын, аяғын, кеудесін және бетінің бір бөлігін кесіп тастағаннан кейін Сагава оның мәйітін зорлаған. Басқа нұсқаларға сәйкес ол мұны бөлшектегенге дейін жасаған. Сагава бөкседен алынған еттің дәмі туралы былай деп жазады. Ол менің тілімде жоғары деңгейдегі суши мейрамханасындағы нәзік тунец сияқты еріді дейді. Содан кейін ол Рененің кеудесін және оның бетінің бөліктерін жейді. Ол етін шикі етіп жеп, оны әртүрлі тұздықтарға пісіреді. Бірінші күні жей алмаған тоңазытқышқа қойды. Неше күннен кейін үйде шыбындар пайда болды. Сагава дене мүшелерінен құтылу керек екенін түсінді. Ол көлге барды. Үлкен чемодандары бар бұл ергежейлі өте күлкілі болып көрінді. Бұл әрине келушілердің назарын аударды. Жүк туралы сұралады деп қорқып, ол чемодандарын дәл көлдің жағасына тастап кетті. Сагава Рененің бөліктерін қалдырған адам чемодандардың бірін ашып, полиция шақырған. 2 күннен кейін тәртіп сақшылары өлтірушінің пәтеріне басып кірді. Исэй оны жоққа шығаруға тырыспады. Ол тікелей полицияға айтты. Мен оны жеу үшін өлтірдім. Рененің мәйітінің суреттері газеттерде жарияланды. Бірақ бұл жаңалық бүкіл Парижді толқытты. Бірнеше күннен кейін Сагава қамауға алынды. Ол үкімді күтіп 2 жыл француз түрмесінде болды. Бірақ іс бойынша шешім шығарылған кезде судья Исэйді психикалық ауру деп танып, оны психиатриялық ауруханаға жіберуді бұйырды. Каннибалдың отбасы оны жапондық ауруханаға ауыстыруға келісті. Бірақ жапондықтар Исэйге айып таға алмады. Өйткені француз тарапы іс бойынша ешбір материалды жібермеді. Ол емханада 15 ай жатып, қоғамның енді оған қарсы талаптары жоқ деп шығарылды.
Оның босатылуы туралы деректі фильмдер түсірілді. Оған каннибалдың өзі ерікті түрде қатысты. Жоғарыда аталған «Тұманда» кітабында Сагава кісі өлтіруді егжей-тегжейлі сипаттады. 2007 жылы Сагава маңызды рөл атқаратын «Каннибал супер жұлдыз» бағдарламасы шықты. Ол сондай-ақ Хисая Сусатоның «Ұйықтайтын бөлме» фильмінде басты рөлді ойнады. Маған ешкім сенбейді, бірақ менің бастапқы ниетім оның тірі етін жеу болды. Мен оны өлтірмей, оны жегім келді, деп бөлісті Сагава. Сагаваның басқа адамдардың етін жеуге деген құштарлығы жойылған жоқ. Сұхбаттарының бірінде ол журналистке былай деді: «Бүгін мен вокзалға бара жатқан бір қызды көрдім. Ол өте әдемі бөксеге ие болды. Осыны көргенде өлмес бұрын тағы біреуді жегім келетінін түсіндім. Иә, мен әлі де адам етінің дәмін татуға үміттенемін, бірақ бұл жолы мен арнайы жапон қызын жеймін», деді. Сагава өмірінің соңғы жылдарында қаржылық қиындықтарға тап болды. Бұған оның әрекеті себеп болған болуы мүмкін. Ол адамдарды жеген дұрыс деп басқаларды сендіруге тырысып, каннибал белсендісі болды. Ол жалаңаш әйелдерді кезектерге кесіп салып ақша таппақ болған. Исейдің ағасы да сұхбаттарының бірінде каннибализмді қалайтынын мойындады, бірақ журналистерді оны бақылауда ұстайтынына сендірді. Соңғы жылдары дәрігерлер Сагаваның көру қабілетінен айырылып қала жаздаған қант диабетіне байланысты ет жеуге тыйым салған. 2013 жылы ол инсульт алып, содан кейін ағасы оған қарайды. 2022 жылдың 24 қарашасында 73 жасында пневмониядан қайтыс болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.